Ата-ана оқу орнына алтын асықтан, күміс қасықтан қымбат баласын табыстау үшін баласының жан-жақты қауіпсіз болғанына сенімді болу керек. Біз бүгін Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты мектептердің қауіпсіздігін бақыладық. Бүгінде Шымкент қаласы балаларының қауіпсіздік сақшысы қызыл нүкте көк экран болып тұр. Жүйе қиыннан қиыстырылған, заманға сай адымдап келеді. Жүйелік бақылау орталығының жетекшісі Асқар Болатұлын әңгімеге тарттым. Мектептегі қауіпсіздікті сіздерге жүктеп қойған екен қазір. Жалпы осы жұмыстар сіздерге ауыртпалық туғызып тұрған жоқ па қазіргі таңда? Дәл солай, дұрыс айтасыз, ол мектептердің бәрін бағана жұмыстарын полиция қызметкерлеріне жүктеген. Бізде ол бойынша бір қызметкер бейне бақылау камераларының бәрі мектепке қосылып, осы жедел басқару орталығына шығарылған. Бәрін кезек-кезек 247 мектепті бәрін қадағалап, бағана мониторинг етіп отыратын қызметкер бар, бекітілген. Ол тек қана сол жұмыспен айналысады. Сіздің сұрағыңыз бойынша бағана ауырлық, ешқандай ауырлық бізге тыйым салмайды. Халыққа қызмет көрсету, бұл мектептерде жасөспірімдермен жұмыс істеу, бұл біздің міндетіміз. Бұл жердегі полиция департаментінің жауапты инспекторлары мектептегі қауіпсіздікті тікелей бақылап отыр. Шымкент қаласы білім беру ұйымдарында қауіпсіздік жағдайы айтарлықтай жақсарған. Бейнебақылау жүйелері мен дабыл батырмалары оқу орындарына толығымен орнатылып, Шымкент қаласы полиция департаментінің жедел басқару орталығына интеграцияланған. Білім айнасы Қуантай Амантайұлы, Шымкент қаласынан.